Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. 27-ші сабақ Ч және Ш дыбыстарына арналған тапсырмаларды бүгін орындаймыз. Берілген кестедегі сөздерді мұқият оқып шығайық. Ш дыбысына шағала, шаңғы, шана, оқушы, шаш деген сөздер берілген. Ш дыбысына щетка, щи, плащ және борщ деген сөз. Ч дыбысына чемпион, чек, карточка. Ш, Ш, Ч дыбыстарын жеке-жеке айтып, өзара салыстыр. Бұл дыбыстардың әртүрлі айтылуы неліктен деп ойлайсың. Енді оқыған кезде жаңағы айырмашылық бірден көрініп тұр, иә? Бұлардың барлығы қатаң дауыссыз дыбыстар, бірақ сөзде қолданылу орындары әртүрлі. Мысалы, шағала дегенде ш емін-еркін дыбысталатын болса, щетка дегенде ш кішкене ауа қысылып шығады, иә? Ал чемпион дегенде ч дыбысы тілдің жоғарғы бөлігінің таңдайға тиюі арқылы дыбысталып тұр. Енді осы дыбыстар сөздердің қай жерінде кездесіп тұрғанына назар аударайық. Ш дыбысындағы сөздер қатарына мұқият қарайтын болсақ, ш дыбысы сөздің басында, ортасында және соңында да кездесіп тұр. Демек, бұл буын талғамайтын дыбыс. Ш дыбысы сөздің басында және соңында кездесіп тұр. Ч дыбысы сөздің басында және сөздің ортасында кездесіп тұр. 32-ші тапсырмада Өтепберген Ақыпбекұлының өлеңі берілген. Мұқият оқып танысып аламыз. Пиязды ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Есікті ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Ашшы дегеннің мәнін ашып берер кім? Құйрықты шы жөнінде көңіл қойда мынанық. Ашшы тұщы сөзінде қолданылар бұл әріп. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде ш мен ш дыбысын бар сөздердің қолданылуы туралы айтылған, иә? Өлеңдегі сұрақтарға жауап беретін болсақ, пиязды ашшы, есікті ашшы деп айтамыз. Ашшы, ашшы сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстыратын болсақ, ашшы дегенде екі ш жазылады, ашшы дегенде ш дыбысы жазылып тұр. Ш әрпі ашшы, тұщы деген сөздерде жазылатындығын есімізге сақтап аламыз. Яғни ашшы дегеніміз бұл етістік, ашу. Не істеуге? Ашшы дегеніміз бұл ашты деген мағынаны білдіріп тұр. 33-ші тапсырмада мәтінді оқиық. Чукчалар туралы мәтін берілген екен. Чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір чау-чау деп аталады. Қазақша бұғылы жер дегенді білдіреді. Шынында да бұл өңірде бұғы өте көп. Бұрынғы чукчалар көлік ретінде пайдаланады. Алғашқы екі сөйлемді көшіріп жаз. Ч әрпі бар сөздердің астын сіз олардың жазылуын есте сақта деген тапсырма. Чукчалар туралы энциклопедиядан біліп ал. Ч, ш қатаң дауыссыз дыбыстар. Олар өзге тілде деген сөздерде кездеседі. Чех, чемпион, плащ, борщ. Ш дыбысы қазақ тілінде ашшы, тұщы деген сөздерінде ғана қолданылады. Яғни ч дыбысы көбінесе бізде кірме сөздерде кездеседі. Енді чукчалар туралы қысқаша ақпаратқа назар аударайық. Чукчалар бастапқыда бұғыларды аулап, бірте-бірте олар бұл жануарды қолға үйретіп, бұғыларды бағумен айналыса бастады. Бұғылар чукчаларға әрі тамақ, терісін баспана және киім ретінде пайдаланады. Өзендер мен теңіздердің арасында тұратын чукчалар теңіздегі аңшылықпен айналысты. Көктемде және қыста итбалықтар мен нерпаларды, күзде және жазда киттер мен морждарды аулады. 19 ғасырдың ортасына дейін жағалауда өмір сүрген чукчалардың баспаналары жартылай жер төлелер болды. Бұғы бағушы чукчалар ярангаларда тұрды.
яранга бұғы немесе морж терісімен жабылды. Яғни чукчалар саны жағынан ең аз халық болып табылады. 34-ші тапсырмада өлеңді оқып, сұрақтың жауабын айт. Чемпион болып бокстан көтерілдім тұғырға, көрді әлем биіктен Қазақстан туында. Бұл қайсы әріп? Көріп тұрғанымыздай Ч әрпі, иә? Өлең не туралы? Мазмұнын өз сөзіңмен айт. Өлең Ч дыбысы туралы. Ол не себепті тұғырға көтеріліп тұр? Өйткені тұғырға бірінші орын алғандар чемпиондар көтеріледі, иә? Чемпион дегеніміз, яғни жеңіске жеткен адамды біз чемпион деп айтамыз. Қандай чемпиондарды білесіздер? Біздің спортшыларымыздың арасында чемпиондар өте көп. Мысалы, боксшыларымызды алайық. Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ыбрайымов, Серік Сәпиевті білмейтіндеріңіз жоқ шығар. Сонымен қатар көркем гимнастикадан Әлия Юсупова, жеңіл атлетикадан Ольга Шишигина, ауыр атлетикадан Илья Ильинді атап өтуімізге болады. Чемпион болу үшін не істеу керек деп ойлайсың? Өз ойыңмен бөліс. Мысалы, чемпион болу үшін белгілі бір спорт түрін таңдау қажет. Ең алдымен, қандай спортпен айналысқың келеді, қалауың қандай. Одан кейін барып алдыға мақсат қою керек. Яғни спортта қандай да бір жетістікке жеткің келе ма, жоқ әлде жай ғана өзің бос уақытыңды өткізу үшін айналысасың ба? Әлде осы жаңағы атап өткен чемпиондар сияқты олимпиада, әлем чемпионы болғың келе ма? Содан кейін күнделікті жаттығу жасау керек. Бұл жерде қатал тәртіп болу керек, және төзім, шыдам керек. Басын бастап, соңын тастап кетуге де болмайды. Сонымен қатар чемпион болу үшін мінез де керек. Мысалы, жеңіліп қалып жатсаңыздар, оған бірден ашуланып, спортты қолды бір сілтеп тастап кетуге болмайды. Сол үшін адам бұл жерде өзінің мінезімен де жұмыс жасау керек, өз-өзін тәрбиелеу керек, бір сөзбен айтқанда. Осы ойларға тағы да өздеріңіздің алып қосатындарыңыз болса, қосып жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабаққа берілген тапсырмалар аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. 28-ші сабақ 35-ші тапсырмадан бастап орындаймыз. Жақсы мен жаман деген мәтін берілген екен. Мәтін мазмұнымен танысып алайық. Диқан атызға бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гүлдеп өсе берді. Бір күні, әй, сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың, деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырбық шөп басын қылтитып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып, жабырқап қалды. Бірте-бірте солып, сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. Жабырқама, сабыр ет, деп жұбатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырдықты. Өмірде жақсылар да, жамандар да бар екен. Енді әдеттегідей мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Өмірде жақсы мен жаман қатар жүретіндігі туралы, Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңмен пікірлес. Жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңше ой тұжырым жаса. Яғни 10 пәленің 9-ы тілден деген сөз бар, Сөздің құдіреті зор. Не айтсаң, сол болады. Сондықтан тек қана жақсы сөз сөйлеу керек. Мәтінге жоспар құрып, сол құрған жоспарымыз бойынша мазмұндама жазуымыз керек. Жоспарды 6 бөлімнен жазуға болады. Біріншісі диқанның атызға гүл отырғызуы, екінші шөптің сөзі, үшінші гүлдің көңілінің түсуі, үлкен гүлдің жұбатуы, бесінші адамның арамшөпті жұлып тастауы, алтыншы гүлдің қайтадан құлпырып өсуі. Енді осы жоспарға сүйене отырып мазмұндама жазамыз.
Мазмұндама дегеніміз бұл біздің мәтін бойынша не түсінгеніміз. Міне соны жазып шығуымыз қажет. Барлығын сөзбе-сөз жазудың қажеті жоқ. Өз сөзімізбен жазып шығамыз. Мысалы, диқан атызға бір күл отырғызып, тамыр жайып, жайқалып өсе бастайды. Бір күні қасында өсіп тұрған бір арамшы оған сес көрсетіп, ауыр сөздер айтады. Гүлдің көңілі түсіп, бірте-бірте солып, сарғая бастайды. Қасындағы үлкен гүлге басын сүйейді. Үлкен гүл ол шөптің арамшөп екенін айтып, одан әлі-ақ құтылатындықтарын, жаманның өмірі қашанда қысқа екендігін айтып, жұбатады. Гүлдің айтқаны тура келіп, ертеңінде бір адам келіп арамшөпті түбімен жұлып тастайды. Гүл қайтадан құлпырып, өсе бастайды. Ол бұл болған жайттан өмірде жақсылар да, жамандар да бар екенін ұқты. Міне осылай қысқаша жазуға болады. Осы үлгіге қарай отырып, сіздер өздеріңіз ықшамдап жазуларыңызға, өз сөздеріңізді қосып, өзгертіп жазуларыңызға да болады. Сонымен қатар, өз ойларыңызды, өз көзқарастарыңызды қосып, қорытынды бөлімге жазсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Яғни, кез келген мәтінді мазмұндау барысында, не болмаса осылай жазбаша мазмұндама жазу барысында, сіздер өз ойларыңызды қосып жаза берулеріңізге болады. 36-шы тапсырма: мақалды көркем жаз. Ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Мақалдың мазмұнын қалай түсінгеніңді айт. Мысалы, бақшаға көкөніс ектіңіз делік. Сіз ол үшін біраз еңбектенесіз, яғни жерді қопсытасыз, дайындайсыз, оған егесіз, суарасыз, арамшөптерін жұласыз. Өнім шыққанда оны жинап аласыз. Осының барлығы үлкен еңбек. Ал сол өнімді азық ретінде қыс бойы пайдаланған кезде еңбегіңіздің ақталғанын түсінесіз. Міне, осылай не нәрседе қиыншылықтар болады. Тек жетістікке, нәтижеге үлкен еңбекпен жеткенде ғана сіз оның қадірін түсінетін боласыз. 37-ші тапсырмада көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Аспаз борщ пісірді. Тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек. Яғни бұл жерде ш әріптерін жазамыз. 38-ші тапсырмада құрамында ч, ш дыбыстар бар сөздерді тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр. Сіздерде кітаптарыңызда себетпен жәшіктің суреті бар. Ч дыбысына чемодан, чемпион, чек, карточка, чемпионат деген сөздерді алсақ болады. Ш дыбысына ащы, тұщы, щетка және борщ деген сөздерді аламыз. Міне бүгінгі сабаққа берілген тапсырмалар реті осындай. Сондай қатты қиын тапсырмалар болған жоқ. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, және де каналға тіркеліп қоюды, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.